Дәрігер, ол көзін ашты. Дана, сіз мені естіп тұрсыз? Менің өмір сүргім келмейді. Дана, бәрі жақсы болады. Сабыр етіңіз. Мені неге құтқармадыңыздар? Тынышталдыратын дәріні дайындаңыз. Қазір. Керек емес. Керек Салыңыз. Енді жүре алмайтынымды білгенде, мен жасып қалдым. Жанымның ауырғаны сондай, басқа ештеңені де сезбедім. Бірақ бәрінен де ауыр тигені Серіктің сөздері. Ол өзінің бар сәтсіздігі үшін мені кінәлады. Оның сөздерінен кейін менің өлгім келді. Алдын ала қанша айға төлей аласыз? Жарты жылға. Онда қолма-қол төлейсіз ақшаны? Әрине. Мінекеңіз. Нағыз іскер адаммен істес болған қандай жақсы. Аға, менде бір шартым бар. Айт. Жалға алу келісім шарты Дана Айбек қызының атында қалсын. Және де ақшаны кім берген айтпай-ақ қойыңыз. Түсіндім. Айтқаның болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Мәссаған. Тіпті не айтарымды білмей қалдым ғой. Сен мені бір мақтасын деп. Менің мақтауыма ие болу үшін құрқима қастық етеді. Бұл біздің ең алғашқы таңғы асымыз деп есептеңіз. Отырыңыз. Керемет. Құймақ, джем адамның тәбетін ашады. Сондай дәмді миың осыған жетеді деп ойламаппын. Қылықтарың сондай қызық. Балауыз шамдарды кешке жағады ғой. Ой. Мен әдейі таңертең жаққым келді. Сен үшін. Және мен өз дегеніме жететін адаммын. Молодец! Сен қазір менің шеберханамды өртейсің, бірдеңе істе. Қазір. Өшпейді ғой мынау. Не істеп тұрсың? Жанат! Жанат! Өшірші! Сен менің картинамды өртей жаздадың. Сенің дереу кеткенің дұрыс. Бол! Кет! Мынау міне шығу қағазы. Екінші қабатқа көтеріліп, канцеляриядан мөр бастырыңыз. Сәттілік тілеймін. Қажет болатын болса, көмек кеңесімізді беруге дайынбыз. Рахмет. Тұра тұрыңыз. Данаға сіздің көмегіңіз қажет. Соны ұмытпаңыз. Күйеу болғандықтан бар ауыртпалық сізге түседі. Бекем болыңыз. Мынандай жағдайдан кейін жақсы күйеу болып қалу мүмкін деп ойлайсыз ба? Әрине. Әрине, сізге айту оңай. Басыңызға түспей кетсін. Кет!
Кешірші, Сәбира. Кет дедім ғой саған. Ешқайда кетпеймін. Мен осында болам. Кешір, мен ертең саған екеуін әкеп берем. Керек емес. Сені көргім келмейді. Қарбыздарыңды да. Мен мына картинаны қалай салғанымды білесің бе сен? Азаппен. Енді өзің бірдеңе істе дедің ғой, ал мен сөндірдім. Сенің қолыңнан пайдалы бірдеңе келе ме өзі? Білмеймін. Ал мен Дананың студиясын құтқарып қалдым. Бұл пайдалы іске жата ма? Сен оның 1 айлық жалақысын төлеп қойдың ба? Жоқ, жарты жылдығын төлеп қойдым. Жанат, жарайсың. Сенен мұндайды күтпеп едім. Ол дегенің көп ақша ғой. Жоқ, жай ақша ғой. Мен өзімді сенің құрбыңның орнына қойып көрдім. Жүріп жүрген адам аяқ астынан аяғынан айырылып қалды. Аяқты ақшаға сатып алмайсың ғой. Бірақ Дана бұл ақшаны қабыл алар ма екен? Білмеймін. Енді онда сен кешірші, бояуларын төгіп алдым. Мен саған ұрыспаймын, бірақ анаң ұрсатын болды. Аяқ киіміңе бояу жағылып қалды. Қараш, қандай әдемі болып қалды. Мүмкін сен аяқ киім бояумен айналысарсың. Пайдалы іс қой. Ай, Жанатай. Мә, сүрт. Алғаш арбаға отырғанда қорықтың ба? Қорықтым. Сайтан алғыр. Ұзақ тұрасың ба? Мына заттарды көтеремін деп шаршап кеттім. Көмектесіп жүрсіз? Керек емес. Баспалдақпен қалай шықпақшысың? Мұнда жүк лифтісі бар. Қорықпа. Мені арқаламайсың. Рахмет. Бір қуанып тастадым. Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Жап аузыңды. Жібер! Жіберіңдер, жігіттер! Мен бәрін түсіндім. Мынадан басқа пәтер таба алмадың ба? Менде ақша бар ғой. Маған осы да ұнайды. Сәбираға рахмет тауып берген үшін. Оның үстінен ыңғайлы. Студияның қасында. Ол студия енді сенікі емес. Оның саған қазір қажетті де шамалы. Есіме салғаныңа рахмет. Бірақ мұның бәрі енді маңызды емес. Сәбираға барып тұрам дегенім ғой. Заттарың реттеп берейін бе? Әлде өзің реттеп аласың ба? Өзім. Маған не болды? Қолдарым екен бе? Өлбей қалған ба? Ашуланбай сесен болмай ма? Саған ауруханада жата тұру керек. Сен ерте шығарып жүрді. Мен қазір ме? 1 жылдан кейін бе? Бәрібір осындай болып қалам.
Енді не? Өмір бойы ауруханада тұруым керек пе? Сен қатты өзгеріпсің. Егер бұрынғыдай болып қалсам, бұл таңғаларлық болар еді. Мен енді ешқашан бұрынғыдай бола алмаймын. Бәрі енді басқаша болады. Және мұның бәріне қалай көндігетімді білмеймін. Ал мен бұрын қалпымдым. Саған қазір қалай оңай емес екенін білем. Бірақ мен де жетіп тұрғаным шамалы. Өз проблемаларым бастан асады. Сондықтан да сенің өмірге деген өкпеңді тыңдап отыра алмаймын. Кешір, менен жақсы жұбату шықпайды. Серік, маған сенің аяушылығың керек емес. Маған сенің сүйіспеншілігің керек. Сәбира? Тағы да маған сәбіз алып келдің бе? Жоқ, бояулар алып келдім. Сенің бояуларыңды құлатып алдым ғой. Енді сен сурет сала алмай отырған шығарсың. Сенің бояудан хабарың барын білмеппін. Оған немене хабар керек? Базардан бардым да сатып алдым. Қайдағы базар? Мен бояуды арнайы салоннан алам. Міне. Жанат, сен қақпа сырлайтын бояу сатып алыпсың. Ал картина салуға басқа бояу керек. Неге сонша қиындатасыңдар? Бояса болды емес пе? Қазір тексеріп көреміз. Жоқ, қоя қой. Бояуларыңды өзіңмен бірге алып кет. Менің шеберханам саған қойма емес. Мен мынаны бәрін қайтем? Таптым. Тракторлерімді ала-ала бояп қойын. Алыстан көзге түсіп тұрады. Саған алағып та шаршығып та бояудың қажет емес. Сен онсыз да елдің көзіне 1 шақырым жерден көрініп тұрасың. Қойш. Демек сен мен ұнатады екенсің ғой, ә? Алло, я. Саламатсыз ба, Данайбек қызы. Сізге банктен хабарласып тұрмын. Карточкаңыздың қызмет ету мерзімі аяқталды. Бізге келіп кете аласыз ба? Тап қазір ба? Егер бүгін келмесеңіз, есеп шотыңыз жабылады және сіз ешқандай төлем жасай алмайсыз. Сізге де ешкім ақша аудара алмайды. Ал бәрін қалпына келтіру ұзақ уақыт алады. Мені қалай тауып алдың? Әйелдік түйсігім көмектесті. Сүйшім. Сүйгім келмеді. Сүйетініңе сенімдім. Сен осы театрдың режиссері болып қаласың. Және тап қазір репетицияға кірісе аласың. Оған қалай қол жеткіздің? Оны қайтесің? Айтшы, әйелің сенің қамыңды ойлап көрді ме? Меніңше ойлаған емес. Өйткені ол сені сүйген емес. Ал мен сен үшін бәріне дайынмын. Және сен оны жақсы білесің. Жетер. Білесің бе, мен оған жасаған қастандығым үшін еш өкінбеймін. Және сенің мені ұстап бермейтініңе сенімдімін. Өйткені бүгіннен бастап қызметте қалғаның үшін маған қарыздарсың. Қазір көкке көтергендей бір сәтте жерге тастайды алам.
Бірақ мен олай жасамаймын. Өйткені мен сені сүйем. Кеттік. Қайда? Сенікіне. Сабира, естілмейді, не дейсің? Маңызды хабар? Қандай? Былай істейік, мен қазір банкке барып келейін, сосын екеуміз кездесіп сөйлесеміз, жарай ма? Аха, жарайды. Көріскенше. Тезірек болсаңызшы, сіз үшеде жаңыз емессіз ғой. Қазір. Өте беріңіз. Алдағы арбаңмен қайда барасың, сыймайды ғой балам ол. Өзім де білмеймін. Осындай болып қалғаным жақында ғана. Ол да сізбен біз сияқты қоғамдық көлікпен жүруге құқылы. Солай ғой. Бірақ мына автобусқа қараңызшы. Мүгедектерге арналып жасалынбаған ғой. Оларды ешкім ойламайды. Мен өтіп кетсем бола ма? Болады. Мұнда еркектер бар ма? Көріп тұрсыздар ғой мүгедек қыздың міне алмай жатқанын. Көмектесеңіздерші. Көмектесе аласыз ба? Әй, жүргізуші, әлі қанша тұрамыз? Асығыспыз ғой. Тез жүрсеңізші. Бұрын мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірде қандай қиындықтарға тап болатыны туралы мүлде ойланып көрмеппін. Бұрын оп-оңай жасап жүргенімнің бәрі, яғни автобусқа отыру, бордюрден аттап өту, мен үшін енді мұңға айналды. Және мен соның бәріне мойынсұнып ғана қоймай, өмір бойы солай боларына көндігім керек еді. Су беріңші. Немене? Қорқынышты болып тұрмын ба? Мұны істеген кім? Кім? Біз Дананың ғимаратын аласыңдар деп үміттендірген адамдар. Көрдіңіз бе? Олар ештеңеден де тайынбайды. Сен неге ондай адамдармен байланысып, мені де соған араластырып жүрсің? Боларыс болды енді. Іске көшуіміз керек. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден? Олар маған көрсеткенді сіздерге де көрсететін болады. Ал егер балаларыңыз тірі жүрсін десеңіз, ана Дананы мұрадан бас тартуға көндіріңіз. Кет дейді ғой.
Мен енді мында ешқашан келмейтініме сене алар емеспін. Неге олай дейсің? Сен бұрынғыдай бұл жерге келіп тұратын боласың. Саған қонаққа келіп тұрмасам? Қонаққа да. Қысқасы, көп сөз бай тоқ етерін айтайын. Жанат сенің студияңның жарты жылдық жалақысын алдын ала төлеп қойды. Қалай ол? Неге? Ыңғайсыз болмай ма? Егер Жанатты ренжітем десең, бас тарт. Бірақ ол қамығып қалатын болды. Бірақ мен Жанатқа ешкім емеспін ғой. Маған тіпті күйеуімнің көмектескісі келген жоқ. Әйтпесе ол да ғимараттың алып қойғанын білді ғой. Бақытымызға орай, Жанат сенің серігің сияқты емес. Бірақ бас тартар алдында жақсылап ойлан. Егер сенің маған немесе Жанатқа көмектесетін мүмкіндігің болса, көмектесер ме едің? Әрине, Сабира. Міне, Жанат та саған көмектескісі келеді. Ол бұл студия сені өмірге, жұмысыңа, қайта оралуыңа көмектеседі деп сенеді. Жанаттың жұмыссыз өмірді өмір деп қабылдамайтынын білесің ғой. Адамдарды сырттай бақылаған қызық екен. Сенің Жанатың еңгезердей, күлкілі, кейде дөрекілеу. Ал Серік театрға берілген сұлу сезімнің адамы. Бірақ менің жанымды түсінген нәзік жанды Серік емес, дөрекі Жанат. Сүйем деші. Айтшы енді. Сүйем деп айтшы Серік. Және әйелімді тастаймын де. Осының не керегі бар? Неге бәрін қиындатасың? Өз өмірімді қиындатып тұрған сен. Түсінбеймін. Қалай мүгедек әйелмен бірге тұруға болады? Ол сені күтпек тұрмақ. Оның өзіне күтім керек. Әлде сен оның күтушісі болайын деп бе едің? Жетер. Серік, жоным, мен сені сүйем. Өзің ойлап көрші. Тіпті балада туып бере алмайтын әйелдің саған не керегі бар? Ал менің денім сау. Мен туам. Қанша ту десең, сонша туам. Тек оны тасташы. Мен сенімен өзімнің жеке өмірім жайлы сөйлескім келмейді. Бірақ мен саған бөтен емеспін ғой. Мен бұл жерге өз басымдағы қиыншылықтарды ұмыту үшін келем. Ал сен одан сайын менің жүйкемді шығартасың. Мен одан кетейін. Жоқ, Серік, жаным, кетпеші, өтінем, кетпеші. Әже, менімен бірге ойнашы. Әже! Әже! Менімен бірге ойнашы. Құлыным, біз онда екеуміз апаңа барайық. Шын ба? Тез кейін, әйтпесе мен сенсіз кетіп қалам. Әже, күте тұрыңыз, мен тез киінем. Жаным, менің ұл туғанымды немесе қыз туғанымды қалайсың ба? Не үшін? Түсінбедім. Менің үнсіз ұлым бар ғой. Ал мен сенен бала туғым келеді. Тағы нені бықсан деп жатсың? Қой, мен одан да кетейін. Жоқ, кетпеші. Менің қолымнан келеді. Мен берілмеймін. Қайдағы бір швабрадан жеңілмеймін. Апатай! Әліби. Әліби қасыңда болса, жаның тыныш болар деп ойладым. Рахмет, апа. Апа, мен сіздің үйіңізді аралап көрсем бола ма? Әрине, бара ғой балам. Дана, саған көмек қажет пе? Жоқ, рахмет. Өзім істеймін ғой. Маған бәрін
өзім жасап үйренім қажет. Оның дұрыс. Мен ана Тұрсынның қалдырған ғимараты туралы сөйлесейін деп едім. Соны ана Қанаттың сатып жіберген дұрыс болар. Саған ақша керек. Енді мүгедектік жәрдемақыға қалай өмір сүресің? Маған ол да жетеді. Саған жетеді. Мен әлбет саған қалдырайын деп келдім. Оны қалай асырайсың? Мен жұмыс істеймін. Не істейсің, Дана? Не істейсің? Киім тігесің бе? Әлде тоқисың ба? Егер қажет болса, бәрін де үйренем. Жүріңіз, шай ішейік. Ішпейін. Кетейін. Қайда барасың? Үйге барым керек. Төсектен тұра сала қашып бара жатқаның ұнамай тұр. Сенің сөзің мен еркелігің таусылмады ғой. Жоқ, мен сені жібермеймін. Алина, жетер. Жетер. Кетем дейсің бе? Бар. Мүмкіндігі шектеулі адамыңа. Олар да солай дейді ғой. Солай ма? Сен де бір. Сенің мұндай сөздеріңді тыңдағың келмей тоқтың ба? Онда тыңдама. Бар. Серік жаным, сен оған барасың ба? Ол мүгедек емес пе? Әйел емес. Мен оны тастамайым. Тастап кетесің. Көрде тұр, тастап кетесің. Мен ол үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Саламатсыз. Саған не керек? Мені шайға да шақырмайсың. Көріп тұрсың ғой, қолымның бос емес екен. Сен айтқандай, мен Данамен сөйлестім. Ол маған, егер осы мәселені тағы да көтеретін болсаңыз, кездескен бірінші адамға ғимаратты сыйға берем деді. Сенің айтқаның бола қоймас. Ол саған мен емес. Ол жақсы ма, жаман ба? Білмеймін. Тәте, онда бұлай. Енді мен тыңдаңыз. Бүкіл әлемдік мұра комитеті 27 сессиясында 2003 жыл 30 маусым 5 шілдесі Париж қаласы. Міне, біз де келдік. Сағындыңдар ма? Әрине. Жанат, саған көмегің үшін көп рахмет. Тіпті өзім ыңғайсызданып та тұрмын. Сонша ақша төледің. Мен өзім ақша тапқан бойы қайтарым. Ақшаны қайтарсаң, мен сенімен дос болмаймын. Бірақ... Шын айтам. Бұл әңгімеге енді оралмай қояйық. Жарайды. Бірақ бұл жақсылығыңды ешқашанда ұмытпаймын. Ал бізде саған арнайы сыйлық бар. Бүгін сен студияда сабақ беретін боласың. Қайдағы сабақ? Егер студияның жалақысы төленсе, босқа тұрып қайтеді деп ойладым. Сөйтіп сенің оқушыларыңа хабарласып, сабақ уақытын белгіледім. Сабира, келек етіп тұрсың ба? Мен сабақ жүргізе алмаймын ғой. Және ештеңені де көрсете алмаймын. Ал мен сенің қолыңнан бәрі келетініне сенем. Шағым айта бергеніңді қой. Кеттік сабаққа. Саламатсыз ба, апа? Қанаттан атпастан есе жүр. Жаңа мен оны жолдан кездестіріп болдым. Амансың ба, балам? Сен анаңды да Дананы да ұмыттың ғой. Қайда жүрсің? Бұл менің өз шаруам. Мен сенің анаңмын. Сенің қайда жүргеніңді білуім керек. Сен Данаға айтпасаң да, мен алдаушы болмын. Апа! Айтпақшы, мен бәрін де білем. Сенің көңілдесіңнің бар екен. Оны саған кім айтты? Дананы жолдан итеріп жіберіп, мүгедек еткен кім екенін де білем. Апа! Үніңді шығарма!
Қазір жиналда Дананың қасына барып тұратын бол. Егер олай істемейтін болсаң, енді қайтып бұл үйге келуші болма. Бұл менің соңғы сөзім. Сосын, мен сенің отбасына не болып жатқанын біліп отыратын болайын. Әр қадамыңды, және Дананың да әр қадамын. Түсіндің бе? Ол тағы не үшін? Отбасыңды үлкен бәледен құтқару үшін. Сіздер Дана Айбек қызының жол апатына ұшырағанын білесіздер. Сондықтан мүгедектер арбасымен жүруге мәжбүр. Бірақ мұғалімдерің мықты, ерлік жігері мол. Және сіздерге бүйір өтіп қана қоймай, көп ұзамай сіздермен бірге билейтін болады. Сіздер осыған сенесіздер ғой? Жарайды, болды. Жетер. Әйтпесе, көз жасына ие бола алмай, сабақ жайына қалар. Қане, жаттығуды бастаймыз. Тұрыңдар. Бір, екі, тарт. Аяқтың басы түзу тұру керек. Бір, екі, санағанда дәл жасау керек. Қане көрсет. Бір, екі, тарт, аяғыңды тарт. Арқанды тік ұста. Бір, екі. Қыздар, не болды сендерге? Мен санағанда мұқият тыңдандар. Басынан бастап. Бір, екі. Аяғыңды тарт дейм саған. Бір. Жоқ, олай болмайды екен. Бүгінге осымен тамам. Қыздар, бүгінгі сабақ аяқталды дейм. Бәрі босыңдар. Босыңдар дейм. Бәрі бекер. Жалға алғанымызда, сабақтарда мен енді ешқашан бүйір ете алмаймын. Оны ұғынуымыз керек. Әсіресе мен. Дана, уақытынан бұрын жеңілуші болма. Иә, сен қозғала алмайсың, бірақ сен қимылдарды сөзбен түсіндіре аласың ғой. Сосын оларды қолдың көмегімен көрсетуге болады. Солай емес пе? Мен бұл жағынан хабарым жоқ. Бетховен саңырау болып қалса да музыка жазған мен де білем. Анам айтады, музыка оның ішінде ойнап тұрған дейді. Бірақ мен Бетховен емеспін. Және мен талантты емеспін. Дана, сен еңбекқорсың. Сен еңбектенсең, үлкен нәтижеге қол жеткізесің. Балам, жүр, үйге қайтамыз. Мен дұрыс бірдеңе айтпадым ба? Дана, сенің қандай күйде екеніңді түсінем. Бірақ сен берілме. Ешқайсың да. Қазір менің жанымды түсіне алмайсыңдар.
Ақымақ болған басым-ай. Мен не істедім? Қанаттың айтқанына еріп. Дегеніне көнген күнді қарғыс атсын. Неге ғана оны мен байланыстым екен? Тұрсын, ақымақ әйеліңнің не істегенін көренді. Балақаным-ау, балапаным-ау. Серік, сені көрем деп ойламап едім. Сені қайтып келдің бе? Көріп тұрсың ғой. Әліби қайда? Замирада қалды. Қазір әкеп тастайды. Серік. Серік, рахмет саған. Мен сондай бақытты. Серік, екеуміздің қалай танысқанымыз есіңде ме? Мен соңғы кезде сол күнді жиі есіме алатын болдым. Мен соборғақ жанында билеп жүрдім. Ал сен менің қасыма келдің де, қарындасым, аяқтарыңыз сондай сұлу деді. Бұл маған өте күлкілі көрінді, бірақ қынады. Есіңде ме? Сен қайда барасың? Кешір. Мен қас келем. Серік. Шақырылып отырған абонент қоңырауыңызға жауап бере алмайды. Дыбыстан кейін оған дауысы хабарлама қалдыра аласыз. Қосылыс ақылы жүргізіледі. Сен? Неге келдің? Екеуміз келісіп едік қой. Сен енді өзіңді Дананың жары, Әлібидің әкесі ретінде ұстайсың. Өзіңнің отбасыңда тұрасың. Сөзіңде тұр. Әйеліңе қайтып бар. Дана қай жерде тұрады, сен сонда боласың. Енді мұнда келуші болма. Апа! Бар! Апа, мені Жанат аға мен Сабира тәте есіктің алдына дейін әкеліп тастады. Апа!
Апа, сіз мені бұлай қорқытпаңызшы. Мен сізсіз өмір сүре алмаймын. Сіз маған керексіз, апа. Келетініңді білгем. Мен сені күтіп отырғам, Серік. Мен өз қылығым үшін ұлымның көзіне тіке қарай алмадым. Сол сәтте ұлым үшін бәріне де төзем, бәріне де шыдаймын деп өз-өзіме ант бердім. Және тағы өлім жайлы ойлар мазаламас үшін өмірімді қайта бастауға бел будым. Апа, маған қарап тұрсыз ба? Иә, қарап тұрмын. Қараңыз, мен бұны қазір шырайын алдырам. Әлеби, сен джойстикті дұрыс баспай тұрсың. Апа, мен барлығын дұрыс басып тұрмын. Апа, қара! Апа!